Келесі сөз Байтақ Қазақстан Жастар партиясының төрағасы Әміртаев Азаматхан Сайлауұлына беріледі. Рахмет сізге. Негізінде экспорттың пайда болғаны қанша болды елімізде? Бізден одан экспорт шикізат емес, экспорт көбейді ма? Әлі күнге дейін ол туралы нақты ақпарат жоқ. Енді мына презентацияда көрсетілген экспорттердің ішінде Өзбекстанға 585 миллиардқа шығарған екенбіз, Ресейге. Ал мынау дамыған елдерде көрсетілмеген. Сондықтан бұл мәселені мынау экспортты толық түрде қара көріп, бұны стратегиясын, шағын орта кәсіпкерліктің бүгінгі даму кезіндегі қай салаларды қолдау керек? Мысалы, кейбір салалар бар. Керісінше шетел Ресейдің Өзбекстанның мүддесіне жасайтын экспорттер бар. Соны